Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен біз красный бархат печеньесін дайындау үйренеміз. Ол үшін бізге үй температурасында тұрған сары май және шекермен миксерлеп аламыз екеуін. Бұған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп, үстіне қызыл бояғышымызды саламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды қопсытқышпен бірге араластырып дайындап қоямыз және осы массамызға саламыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр иілеп қоямыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, видеода көрсетілгендей қамырымызды домалақтап, қант ұнтағына батырып аламыз. Барлығын салып қойғаннан кейін 180 градустағы қызып тұрған пешке осындай әдемі етіп пісіріп аламыз. Ас болсын.